Саламатсыз ба көрермен? Қалай бауырды тазартуға болады? Бауырдың шлакқа толғанын қалай білеміз? Егер теріде проблема болса, жүрек айныса, қыжыл және кекіру мазаласа, іш қатса, ауызға ащы дәм келсе, онда сізге бауырыңызды тазалауға тура келеді. Бауырды тазартуға арналған пайдалы кеңестер. Көбірек су ішіңіз. Су мен лимон шараны бауырды токсиндер мен қалдықтардан, шлактардан тезірек арылуға ынталандырады. Тағамға сарымсақ пен пияз қосыңыз. Сарымсақ пен пияздың құрамында ағзадағы шөгінділерден майды ыдырататын, сонымен қатар бактериялар мен саңырауқұлақтарды ағзадан шығаруға көмектесетін заттар бар. Ошаған шөбін демдеп, шай ретінде ішіңіз, немесе осы өсімдіктің сығындысынан суға қосып ішіп жүріңіз. Ошаған құрамында силимарин бар. Ол бауыр жасушаларын улы қалдықтардан қорғайды. Сонымен қатар глютатионның бауырдан токсиндердің шығарылуын қамтамасыз ететін антиоксидант жойылуына жол бермейді. Бүгінгі видео осындай. Видео ұнаса лайк басып пікір жазуды және достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Келесі видеоға сау болыңыз.